Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр, және бүгінгі видео менің каналымдағы 2021 жылы шығатын соңғы видео болып табылады. Бүгінгі видеода мен бастысы 2022 жылға арнап мақсаттар, жоспарлар құратын боламын, және өзімнің қалай құратынымды сіздерге көрсететін боламын. Бұл видео көбінесе өзім үшін шығар, себебі кейін, бір жыл өткеннен кейін сол мақсаттарға жеттім бе, жетпедім бе, соны көру үшін, жалпы қазір отырған Гүлнұрмен сол бір жыл өткеннен кейін отырған Гүлнұрды салыстыру үшін де, сол себептен де сіздерге қызық болады деген ойдамын, және маған да өте қызық бұны түсіру, сол себептен бастаймыз. Кеттік. Ал енді 2022 жылды жоспарлау үшін не істейтінімді айтып кетейін. Мен не істедім? Мен папаның телефонына жазып алдым. Достар, мен жоспар құрмас бұрын бірнеше категорияларға бөліп алатын боламын. Сіздер өздеріңізге байланысты бөліп алсаңыз болады. Қазір өзімдікін оқып кететін боламын. Бірінші учеба, екінші психология, үшінші хобби. Тағы да сіздер жұмыс жасауды жоспарлап отырсаңыздар, жұмыс, путешествие, яғни саяхат жасауды жоспарлап отырған болсаңыз, саяхат деп, тағы да әртүрлі қылып бөле беруге болады. Өздеріңіздің мақсаттарыңызға байланысты мен осындай бар болғаны үшеу ғана қылып бөліп алдым, және әр қайсында менде примерно 3-4 мақсаттан және жоспардан, соны сіздерге қазір айтып кететін боламын. Мен қазір 9 сынып оқушысымын, және менің осы 2-ші тоқсанда 3-4 сабағым 4. Сол 4-терді 5-ке түзегім келеді. Алда 2 тоқсан бар, және 9 сынып бітіргенде қызыл түсті аттестат алғым келеді. Бұл менің алма қойған ең үлкен мақсаттарымның бірі, және сол мақсаттарға жететініме сенімдімін. Екінші, поступать в колледж, скорее всего, найти профессию. Оқу орнына түсу және өзімнің мамандығымды табу. Енді оны қалай айтсам болады? Менде қазір мамандық таңдауға 2 ойлы болып жүрмін, және сол мамандықтардың бірін таңдап колледж оқып жатырмын деп ойлаймын 1 жылдан кейін. Бұл менің өте үлкен жоспарларымның бірі, және сол жоспарларды іске асырамын деп ойлаймын. Уже 1 жыл өтіп кеткен болса, онда мен точно либо колледж оқып жатырмын, либо 10-шы класс оқып жатырмын, және менің колледж оқығым келеді, білмеймін не екенін. Просто колледж оқығым келеді. Және сол жоспарыма жеттім деген үміттемін. 3-ші, кітап оқу. Мен бұл жоспарды хоббиға қойсам бекен, әлде учебаға, яғни сабаққа байланысты нәрсеге қойсам бекен деп көп ойландым. Бірақ не дегенмен учебаға қояйын деп шештім. Мен 14 жастамын, және осы күнге дейін 2 кітап оқыдым. Біреуі Таймлесс, біреуі Гарри Поттер и философский камень. Енді бұдан да басқа кітаптар оқығанмын, бірақ оларды соңына дейін, яғни соңғы бетіне дейін оқымағанмын. Кейбіреулерін 1-2 глава қалып қалған, кейбіреулері прям жартысы қалып қалған, кейбіреулері жартысы қалып қалған. Короче, мен қалып қалған, бітпей қалған кітаптарды оқыдым деп санамаймын, только біткендерді санаймын, және сол біткендердің ішінен менде ол 2-ақ жаңағы айтқан. В принципе, логично. 2022 жылға 12 кітап оқимын деген жоспар қойдым, яғни 1 айда 1 кітаптан. Жоқтан жақсы деп ойлаймын. Мысалға, мен қазір көбінесе рассказдар, немесе әңгімелер, тағы да подростковый кітаптар, осындай ертегілерге ұқсас кітаптардан басқа көбінесе психологиялық түрдегі кітаптарды көбірек оқығым келеді, және де көбінесе тағы да орыс тіліндегі кітаптан басқа қазақ тіліндегі кітапты де көп оқығым келеді, қазақ тіліндегі сөздік қорымды дамыту үшін. 4-ші, ол менде дұрыс планировка жасап үйрену. Мен қазірдің өзінде 2022 жылы планировать етіп жатырмын, бірақ соның өзінде мен дұрыс планировка жасап білмеймін әлі күнге дейін. Күнге болсын, аптаға болсын, айға болсын. Және Notion деген программа бар, соны үйренгім келеді. Сол арқылы күшті планирование жасауды көбірек изучать еткім келеді, және болашақта оны изучать ететін боламын. Енді келесі категорияға көшейік, ол менде психология. Яғни бұл бізде психологиялық түрде менің дами түсуім. Менің 2022 жылға бұл категорияда қойған мақсатым ол достарды көбірек табу. Яғни менің қызығушылығымдағы адамдардың санын
кеңейту. Мен 2021 жылы бұрынғы жылдардан әлдеқайда көп дос таптым және сол достардың санын көбейткім келеді және санын ғана емес сапасы бар сондай жақсы достар тапқым келеді. Өзім бір тема таба алатындай, пайдалы бола алатындай. Сол бұл мен үшін өте маңызды. Шынымды айтсам, өзімді осы жылы өте жақсы сезіндім, өйткені көп адамдармен араласқан, ол сондай керемет, және сіздерге де кеңес беремін, достар көп табуға. Кез келген ортаға сіңісіп кетуге үйретеді, тез ашылуға үйретеді және көп нәрселерге үйретеді. Сол себептен де достар табайық. Достар тапқан жалпы дұрыс және достар табу керекпіз. Екінші, ол комнатама уют создавать ету. Менің комнатам қазіргі түрдің өзінде, маған қазіргі өзімнің комнатам өзіме ұнамайды. Және бұл дұрыс емес, мен соны өзгерткім келеді, өзіме ұнайтындай қылып, және соған бір максимально уютный болатындай қылып өзгерткім келеді. Яғни ол бір серьезный ремонт емес, бірақ андай заттар қою, мебельдер, сондай нәрселер, оформленияға байланысты көбірек өзгерткім келетін еді. Және соны 2022 жылы міндетті түрде іске асыратын боламын. Үшінші, ол менде медитация және йога. Мен бұл нәрселерді әдетке айналып тұрып айналысуға өте қатты қалаймын. Себебі бұл мен үшін өте күшті нәрсе екенін білемін және оны бастағым келеді, тастап кете беремін. Ал 2022 жылы соны кәдімгідей қолға алып, соны кәдімгідей бастағым келеді. Бұл өте меніңше маңызды және күшті. Менің осанкам қисықтау. Мен соны түзегім келеді және йога оны түзеуге көмектеседі. Сонымен қатар психологиялық түрде йога көп нәрселерге көмектеседі. Сол себептен мен онымен айналысқым келеді. Енді үшінші категория ол бізде хобби болған болатын және хобби жайлы не айта аламыз. Ең бірінші бұл категорияға қойған мақсатым ол YouTube. Өздеріңіз де білесіздер, мен 2021 жылы YouTube'да өте қатты активность көрсеттім деп айта алмаймын, тек осы соңғы айларда ғана бір активный болып жүрмін, Ал 2022 жылы мен оны дұрыстағым келеді. 2021 жылы маған видео түсіруге шабытым болмады, мотивациям болмады, түсіргім келмеді, ол нәрсе маған ұнамады. Және мен оны тастап кеткеніме, яғни тастаған жоқпын, бірақ ол кезде түсірмегеніме ешқандай өкінбеймін, себебі ұнаған келген затты жаса, ұнамаған затты жасама. Өз-өзінің өмірінде қиындатпа. Сол себептен де мен өкінбеймін, бірақ 2020 осы соңғы уақыттары прям мотивациям ашылып жүр, шабытым ашылып жүр. Сол үшін 2022 жылға алға қойған видеоларға, YouTube'ға байланысты мақсаттарым өте көп, яғни видеоның качестволарын жақсарту, неше түрлі қызық нәрселер істеу. Нақты сан қойған жоқпын, мынанша подписчикке жетемін деп. Бірақ мақсатым YouTube арқылы ақша тауып бастау. Мен YouTube арқылы ақша тапқым келеді. Мен бұл іспен айналысып жүргеніме ұзақ болды және мен өте қатты тырысамын және осы жылы мен соның жемісін көргім келеді және каким-то образом монетизация қосылу болсын, рекламалар келу болсын, YouTube арқылы аз болса да қаржы табамын деп үміттенемін және қазір мүмкін подросток болғаннан кейін де көп қажеттіліктерге көп нәрселер керек және сол нәрсенің бәрін ата-анамнан сұрай бергім келмейді. Сол себептен де осы YouTube арқылы қандай да бір қаржы өзімнің қажеттілігіме жететіндей болса да, жетпейтіндей болса да, әйтеуір ақша түсіп тұрса екен деген мақсатым бар және соған да мен тырысатын боламын. Бірақ бірінші орында міндетті түрде жүрегіммен түсіремін және качествомен күшті қылып түсіретін боламын. Бәрі сіздер үшін және ақша ол келесі орында. Бірақ ақша по-любому адамдарға керек. Ұмытпаңдар оны. Екінші, ол менде гитара тартып үйрену. Мен гитара тартып үйренемін деп жүргеніме білмеймін, өте ұзақ уақыт болды. 3 жылдан асқан шығар, мен бұрыннан так хотела этого. Бір бастай алмаймын да. Үйде бар. Үйде гитара бар ағамдікі және үйде тұр. Мен туториалдар YouTube'да толып тұр, мен соның бәрін ашып қарап үйренуге болады, бірақ менде как-то білмеймін, үйрене алмай жатырмын. Және 2022 жылы үйренемін деп ойлаймын, үміттенемін және үйренуге тырысамын.
новый хоббидан именно гитара тартуу гана. Токума токуу өздөрүңүз де билесиздер, және торт пиширүү. Ол да менин уже хоббиме жатады. Бирок 2022-жылы осы хоббиди тагы да көбүйткүм келеді, яғни үлкейткім келеді. Неше түрлі торттардын жаңа түрлерін үйреніп, жаңа оформлениялармен, мастикамен жұмыс деген секілді жаңа нәрселерді үйренгім келеді. Токума токууда да неше түрлі жаңа узорларды, және де мен қазір крючокпен токуйм ғой. Мен соны бизбен, спицамен токуп үйренгім келеді. Мен білемін, бірақ мен әлі ешнәрсе токуп көрмегенмін, тек бүйтіп примерно схемасын білемін. Токуп көргенмін, просто мынандай төртбұрыш. А так былай ешнәрсе токуп көрмегенмін, және сондай бір нәрсе токуп көргім келеді спицамен. Вот, достар, мен жаңа жылға қойған мақсаттарымның, 2022 жылға қойған мақсаттарымның бәрін айттым. Және осымен болды. Мен осымен видеомды аяқтаймын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сол, енді 2022 жылы кездескенше. Давайте.